Memleketlik Anran Aldırgın asparım, altından dalgasım, yerliken bastana, yerimi karasım, yerine gel, nankımız çoktu oy, namusum yerine gel, kazanım mutlu oy. Енді барлығымыз орнымыздан тұрайық. Мен бір сендерге текше лақтырамды, сұрақ қоямын. Сол кезде сендер текшені алған адам маған жауап бересіңдер. Мен сендерге сұрақ қоямын. Миға шабуыл деп аталады. Бұл қай мезгіл? Қай мезгіл, Мұхаммед? Ақпан. Қазір қай мезгіл? Қыс, жаз, көктем, күз. Қай мезгіл? Қыс мезгілі. Ал қыс мезгілінің айларын атаймыз. Қандай еді? Желтоқсан. Қаңтар. Ақпан. Тамаша. Аптада неше күн бар, Айназым? Аптада 7 күн бар. Ал Нұрсила, 7 күн қалай аталады? Дүйсенбі. Сосын? Кім? Дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Бейсенбі. Жұма. Сенбі. Жексенбі. Қан бәріміз бірге айтайықшы енді. Апта күндер. Дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Бейсенбі. Жұма. Жексенбі. Тамаша. Бүгін сонымен нешінші күн екен? Ол қалай аталады? Бейсенбі деп аталады екен. Кеше қай күн болды? Сәрсенбі. Ерте? Жұма екен, балақайлар. Дұрыс айтасыңдар. Енді балақайлар, бері қараймыз да, тыңдаймыз. Енді балақайлар, сендер мектепке қай уақытта келесіңдер? Қай мезгілде келесіңдер? Қай мезгілде келесіңдер мектепке? Азанда келесіңдер ма? Түстен кейін келесіңдер ма? Дұрыс айтасың. Түстен кейін келеміз, біз? Дұрыс айтасыңдар. Енді балақайлар, біз сендермен бірге білімділер еліне саяхатқа барамыз бүгін. Білімділер елінде математикалық тапсырмалар, сауат ашуға арналған тапсырмалар болады бізде. Сендермен білім күніне білімділердің еліне баратын боламыз. Сонымен біз бірінші сауат ашу еліне барайық, балапандар. Сауат ашу еліне барамыз. Қане сұрақ қоямын сендерге? Қанша әліпбиде неше дыбыс бар? 42 дыбыс. Дұрыс айтасыңдар. 42 дыбыс бар екен, иә? Олар 42 дыбыстар нешеге бөлінеді екен? 2-ге бөлінеді. Қыздар 2-ге бөлінеді. Қызге 7-ге бөлінеді. Жоқ, ол былай айтылады. Бізде дыбыстар, иә, мына 42 дыбыс
мынаның барлығын қосқан кезде 42 дауыс болады. Олар бізде екіге бөлінеді екен. Қандай? Дауыс. Дауыссыз дыбыстар. Иә, дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбыстарға барлықтары қандай екен? Дауыссыз екен. Тамаша. Ал енді осы дыбыстарға бір дыбыс ортақ қасиеті бар. Ол дауысты да бола алады, дауыссыз да бола алады. Ол о дыбысы. Өте тамаша. Енді балақайлар, дыбыс дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Дыбыс дегенді біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Иә. Сосын дыбысты көре аламыз ба? Жоқ, көрдік па балақайлар? Дыбыс пен әріптің айырмашылығы, біз дыбысты көре алмайды екенбіз. Түсінікті ма? Ал әріпті көреміз, сосын жазады екен. Дұрыс айтасыңдар балақайлар. Өте тамаша. Енді мен сендерге бір сұрақ қояйын, е? Кел балалар оқылып, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Ар жағы қандай еді? Тілегенің алдыңнан ой, молодец, тамаша. Көрдік ба? Дұрыс айтасыңдар. Бұл біздің кімнің өлеңі екен? Ыбырай Алтынсарин атамыздың өлеңі екен. Тамаша. Өте білімді балалар екенсіңдер, иә? Сендерге разы.